Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде Абай апта жаңалықтар топтамасы. Алғашқы шығарылымды бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік деген Абай атамыздың алғашқы қара сөзімен бастасам. Расында да, әне-міне дегенше оқу жылының 1-90-ында аяқталды. Оқушылар күзгі каникулға демалысқа кетсе, ұстаздар демалмастан өздерінің білімдерін арттырып, 2-90-ға дайындықтарын бастап кетті. 31 қазан күні мектеп басшысы Нугаева Зина Орысбайқызы әкімшілік құраммен жиналыс өткізіп, күзгі демалыста ұстаздар күнді босқа өткізбей, аптада жасалатын жұмыс жоспарын жасақтап, жаңа 90-ға жаңаша креативті тапсырмалар мен жұмыстар орындалуын талап етті. 1 қараша күні мұғалімдердің пәндік құзыреттілігін дамыту мақсатында курстан өтіп келген ұлағатты ұстаздарымыз Бекенова Қансылу Айдынқызы ұстаздарға әдебиеттік оқу сабағындағы тиімді тәсілдерді үйретсе, Шадиманова Анар Көбекбайқызы эссе жазудың ерекшелігіне тоқталды. Ал Мамаева Саржан Алексеевна қысқа мерзімде жоспарлаудың тиімді жолдары туралы жас мамандарға мектепшілік семинарларын өткізді. 2 қараша күні мектеп акциялында нөмірі 2 педагогикалық кеңес өтті. Педагогикалық кеңесте қаралған 2022-2023 оқу жылының алғашқы 90-ның қорытындысына, білім мониторингісіне және үздік аттестат пен алтын белгіге үміткер оқушыларға, сонымен қатар оқушылардың білім сапасын көтеруге директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Мұханова Тоты жеткізгенқызы жеке-жеке тоқталып өтті. Мектеп кітапханасының кітаптарына толықтырулар енгізілгендігі туралы мектеп кітапханашысы айтса, оқушылардың пәндік олимпиадаға дайындығы туралы бейіндік әдіскер Жұмагамбетова Жұлдыз Әсенбайқызы толықтырып өтті. Маңғыстау облысының білім басқармасының Жаңаөзен қаласы бойынша білім бөлімінің іс-шаралар жоспарына сәйкес, ағымдағы жылдың 3 қараша күні мектебіміздің 5-6 сынып оқушылары арасында мектепшілік математика, жаратылыстану, ағылшын тілі, Қазақстан тарихы, орыс тілі мен әдебиеті, қазақ тілі мен әдебиеті пәндік олимпиадаға барлығы 107 оқушы қатысып, ішінен оза шауып әр пән бойынша ең жоғары балл алған оқушы олимпиаданың қалалық кезеңіне жолдама алды. 4 қараша күні Маңғыстау облысының тарихи мәдени мұраларын аймақ бойынша кешенді ғылыми экспедиция арқылы баяндау мақсатында мектеп мұғалімдері шетпедегі Маңғыстау облыстық мемориалдық мұражайына барды. Ашылғанына 7 жыл болған мұражай қазірдің өзінде 3 халықаралық, 4 облыстық конференция өткізіп, Серікбол Қондыбайдың шығармаларынан 3 басылым шығарып үлгерген. Серікбол Қондыбайдың тылсым дүниеге деген көзқарасы мен ашқан, зерттеген тың тақырыптары толықтай мұғалімдерге түсіндірілді. 3 үлкен бөлмелерден тұратын бұл мұражай Маңғыстау мекенінде тұратын барлық тұрғындардың сол мұражайға барып, тыныс тіршілігімен, тым терең бойлаған тылсым дүниенің тақырыптарымен, Серікбол Қондыбайдың қолы жетпей кеткен жұмыстарымен танысуға барып келген ұстаздар кеңес береді. Сізбенен біз білмейтін сырлары көп сұрақтарға сол жерден жауап табатыныңыз сөзсіз. Мұражай директоры мектеп басшысы басқарған ұжымға және сол мұражайға барған ұстаздарға ерекше алғыстарын айтты. Енді біз 7 жыл болып жатқан музей болғанмен 3 рет халықаралық конференция, 4 рет облыстық конференция өткізгенбіз. 4 жинақ шықты, 3 басылым шықты Серікбол шығармалары бойынша. Серікболдың ешкім қайталанбаған тың тақырыптары бар. Көретін, көрінбейтін дүние. Бізбен қатар өмір сүріп жатқан тылсым күштер туралы. Бұны қорықпай жазған біздің Серікбол екеніне біз мақтан тұтамыз. Сондықтан да республика бойынша жалғыз мифологиялық музей деген атаққа ие болдық. Осы жарнаманың бәрін тек өзіміз біліп қоймай, сіздермен бөліскенімізге мен қуаныштымын. Дизайнерлер келді. Мысалы, Тәрбие Айтынбаеваның киімі тұр. Балапан телеарнасындағы Айдар теле мультигі бар, балаларға арналған. Сонда біздің кейіпкеріміз ішіндегі Серікбол осы бізден алған. Ондағы барлық экспонаттар біздің музейдің экспонаттары. Сондай сияқты комикс, немесе деректі фильмдер, немесе басқа да бір туризм саласында дамытатын болсаңыздар, Серікболдың сіздерге берер ілім көп.
зерттеушілер, серікболтанушылар, тарихшылар, өлкетанушылар емес, қарапайым халықтар, тұрғындарымыз келсе, онда нұр үстіне нұр болар еді. Орыспай қызы бастаған коллективке үлкен алғыс айтам. Өйткені ұжым болып келіп тұрған осы Өзен қаласының жалғыз сіздер бастама болдыңыздар. Басқа мектептерде осы музейге шақырам, басқа мекемелерде шақырам. Марапат мерейді өсіреді. Қалалық жаратылыстану математика пәндері мұғалімдерінің олимпиадасында биология пәні бойынша Ұзақбаева Ұлбосын 4-ші орын алды. Ал математика пәні бойынша 1-ші орынға ие болған Орынбасаров Жалғасбай облыстық кезеңіне жолдама алып, облыстық жаратылыстану математика пәні мұғалімдерінің олимпиадасында 2-ші орынға ие болды. Жаңаөзен қаласының білім беру саласының дамытуға қосқан үлесі үшін Мәтжанова Қарлығаш қалалық білім бөлімінің құрмет грамотасымен марапатталды. Әріптестерімізді құттықтаймыз. 7 күннің жаршысы болған Абай апта жаңалықтар топтамасы осымен аяқталды. Сау, саламатта болыңыздар.